Бауыржан Момышұлы емес, Бауыржан Момышұлының әкесі өте керемет, мықты, білімді адам болған деп есептеймін. Өйткені ол кісінің Бауыржан Момышұлының әскерге кетерде берген батасындай батаны еш жерден көрген емеспін. Ақжүрек болып жолдасың, адалдық сені қолдасын, жақсылық үшін тірессең жаныңды арын қорғасын, арынды болсын шабысың, алымды болсын табысың, найзадай болсын намысың, ер жігітке бәрісін, қиындық көрсең мұқалма, ауырлық көрсең жұқарма, қамқоршы бол ініге, үлкенді үлгі тұт алға. Бауыржан Момышұлы соғысқа дейін негізі мұғалім болып та жұмыс істеп үлгерген. Содан кейін соғысқа барған кезінде 1941 жылы Кеңес одағының батыры Ленин орденіне бірден ұсынылған, және де бір мәрте емес, екі мәрте ұсынылған, бірақ та оған берілмеген. Бір қызығы, Бауыржан Момышұлы соғыста жүріп ақ Абайдың шығармаларын өзімен бірге алып жүрген екен. Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысында жүріп 207 рет ұрысқа қатысып, 5 рет өлімнен аман қалған, 2 рет оның ішінде өлімші болып жараланған екен. Сонда бір естелік жазып, 1942 жылы омыртқама оқ тиді дейді. Санбатқа жеткенше ес-түссіз жаттым. Көзімді ашсам, дәрігер оны тез госпитальға жеткізу керек деп жатыр екен. Не болып қалды деймін? Омыртқаңызға оқ тиген. Тістеніп жаңғыртып, қолымды әзер жеткізіп қарасам, оқ тиген екен. Кесетін не бар деп сұрадым. Тек ұстара бар дейді дәрігер. Спиртпен сүртті, оқ тұрған жерді кес дедім дейді. Олай істеуге болмайды деп дәрігер шырпыр болады. Сонда кеспесең атамын деп кабураға қолын созған екен. Дәрігер дереу айтқанын істеуге кірісті. Ол арқамды кесе бастағанда тапаншаның сабын сындырардай қысып, тісім шықырлап мен жаттым. Міне, жолдас капитан оғыңыз деп дәрігер қолыма оқты салды дейді. Бұндай мақтылыққа бару кез келген адамның қолынан келе бермейді. Бұндайға шыдаудың өзі үлкен ерлік деп есептеймін. 1945 жылы 30 сәуірде Рейхстагқа жеңіс туын Рахымжан Қошқарбаев пен Григорий Булатов деген кісі қадағанын жақсы білеміз. Оны естіген, бірақ кеңес үкіметінің басшылары екінші рет 1 мамырда орыс Егоров пен грузин Кантарияға қадатады. Бір қызығы мынандай дүниеде, немістерге тұтқынға түскен адамдардың көбі пойызбен қайтып келе жатқан кезінде пойыздан секіріп, пойыздың астына түскен екен. Неге? Себебі сондай бір стресс, сондай дүниеден өткен адамдарды Сталин тұтқынға түскен адамдар сатқындар деп кеңес үкіметіне қайтып келген кезінде түрмеге қамаған екен. Соны естігендіктен солдаттардың көбі жаңағы пойыздың астына түсіп өлген. Осы соғысқа негізі 61 мемлекет қатысқан, яғни әлемнің 80% қатысты деуге болады. Соғыс 40 мемлекеттің жерінде болды. КСРО-дан 26 миллион адам дүниеден өтсе, Германия жағынан 12 миллион адам ғана көз жұмған. Негізі Бауыржан Момышұлы соғыс аяқталғаннан кейін де сол жақта қалып қызмет еткен. Одан кейін жаңағы демалысқа шығады, Қазақстанға келеді 1955 жылы. Алайда оған бір қызығы жұмыс табылмайды. Мен ойлаймын, бұл жерде де бір астыртын берілген бір бұйрық бар деп ойлаймын. Содан ол кісі бәрін қойып жазуға отырады. Содан кейін жазғанда да бұл жай жазатын адам емес, мықты жазған. Себебі Қазақстандағы нөмір 1 жазушыға осы Бауыржан Момышұлы айналады. Содан Кубаның президент Фидель Кастродан журналистер үлгі тұтатын адамыңыз кім дегенде Чапаев және Бауыржан Момышұлы деген екен. Содан кейін бұлар жаңағы журналист айтады, Бауыржан Момышұлы тірі ғой дейді. Сондықтан оны естіген Фидель Кастро Бауыржан Момышұлын Кубаға шақырады. Бірақ та кеңес үкіметі Бауыржан Момышұлын шақыртуымен жібермейді. Сондықтан Бауыржан Момышұлы кейін саяхатшы ретінде барады. Оны неге барғанда, Кубаға барғанда Фидель Кастроның інісі Рауль Кастро қарсы алады. Және де бұның кеудесінде ешқандай медаль, орден жоқ екендігін көріп, қатты таңғалады. Кейін сол жақта жазылған айтқан дәрістерінің негізінде соғыс психологиясы деген кітап шығады. Бір қызығы осы соғыс психологиясында
қазірдің өзінде Ресей, Куба, Никарагуа, Чехия, Словакия, Испания, Жапония, Израиль, Польша, Венгрия, Вьетнам елдерінің әскери бірілім ордаларында оқытады екен. Біздің Қазақстанда ол оқытылады ма екен? Бауыржан Момышұлы туралы мына біз кезінде аңыз адамды шығарған кезде Бауыржан Момышұлы туралы шығарылды. Осында бір керемет бір оқиға жазылған. Бауыржан Момышұлыға дейін біздің Қазақстанда жазушылар одағының төрағасы болған Ғабит Мүсірепов, ол нөмір 1-ші жазушы болған. Бауыржан Момышұлы келгеннен кейін мынандай оқиға болыпты. 20 шақты оқушы жазушы, ішінде Бауыржан Момышұлы мен Ғабит Мүсірепов те бар, Қазақстанның қалаларын аралауға шығады. Кездесулер барысында халық Момышұлы неге елге шыққан кезде қошемет көрсетіп, қалғандары елеусіз қалып қоя береді. Соған намыстанған Ғабит Мүсіреповті айтып отыр. Бауыржанмен бірге жүруге болмайды екен деп Алматыға қайтып кеткен екен. Сол оқиғадан кейін Ғабит Мүсірепов пен Бауыржан Момышұлы бірге жүрмеуге тырысқан. Бауыржан Момышұлы туралы Александр Бек жаңағы Арпалыс деген роман жазды ғой. Және де мен ойлаймын, қазіргі кезде біз патриоттарды тәрбиелеп шығару үшін осы Волоколамское шоссе деген шығарманы оқыту керек. Жеке менің пікірім, неге осы шығарма мысалы мектептің бағдарламасында жоқ? Қазақ әдебиетіне кіргізейін десек, бұны Бек деген орыс жазды. Ал енді орыс әдебиетіне кіргізейін десе, бұл енді қазақтың батыры туралы жазылған, сондықтан мүмкін қосылмаған шығар. Өкінішке орай осы Бауыржан Момышұлының өзінің көз тірісі кезінде Кеңес одағының аты берілген жоқ, бірақ та бұл қазақтың бір қайтпас қайсар азаматтарының бірі деп есептеймін. Және де мен қатты осы таңғалдырған дүние оның таланты, себебі мына журналда жаңағы Бауыржан Момышұлының өзінің портретін салған берілгеніне, мына жерде 3 портрет берілген, үшеуінде өте керемет шебер салған деп есептеймін.